Ассалаумағалейкум құрметті ағайын, эфирде тәрбие лайк сіздермен бірге мен Батыржан Ибрагим, және бүгінгі біздің қонағымыз белгілі айтыскер ақын, алтын домбыраның иегері, сіздер білетін Жандарбек Бұлғақов. Жандарбек, бағдарламаға қош келдіңіз. Қош көрдік. Бірде Астанада боласыз, Нұр-Сұлтан қаласында, бірде Алматыда боласыз. Жалпы туған жерге жиі барып тұрасыз ба? Мен осы жазғы демалыстың 3 айының 2,5 айын сол туған жерімде өткіздім, әке-шешемнің қасында. Себебі Астанада өздеріңіз білесіздер, отбасым барлығы осында. Жалпы елордамызда республиканың түкпір-түкпірінен келген адамдар қызмет жасап жатыр ғой енді. Осы қазақтың болашағы үшін, Астананың іргесі берік болу үшін деп. Көбінің ағайын туысы жоқ бұл жерде. Отбасылық жолдастар, достар, бірақ қанша дегенмен туыстың орны бір бөлек қой. Сондықтан бала-шағам туысқандарынан ажырамасын деген мақсатта нағашысының үйінде, өз жұртында аунап-қонап қайтсын деген ниетте емін-еркін 2,5 ай уақытты сол жаққа бердік. Сол жерде өткіздік. Әйтпесе оны басқа өңірлерді аралап өткізуге болатын еді, бірақ енді әке-шешенің құшағынан жылы жер жоқ деп. Бір жағынан бала-шағам сылтауратып, өзімізді ата-анамызға еркелеп қайттық. Жиі барып тұрамын туған жеріме. Елге деген сағыныш, ауылға деген сағыныш ең бірінші немен байланысты? Осы бір 2,5 ай демалыста бір асыға күтетіндей. Мен жалпы ақындардың көбі ауылдың топырағына, ауылдың алашаңына аунап өскен ғой. Bir қызығы мен қаланың тура өзінде туған, Талдықорғанда 91 жылы. Әке-шешеміз 90 жылдар ауылдан қалаға ауысып, 91 жылы мен дүниеге келдім. Менің балалық шағым сол этаж үйлердің алдында өсті. Сол кейбір ағаларымыз айтады, таң қалады, қалада тұрып, асфальттың үстінде ойнап, сен қалай ақын болып жүрсің деп. Бірақ мен әке-шешем үнемі осы ауылдан тамыр алсын, нәр алсын деген ниетпен бізді жаз сайын жайлауға жіберіп тұратын. Жаңағы аттың әбзелдерін танып өссін, жылқы танып өссін, мал танып өссін, қымыздың не екенін, оның қалай сауылатынын, биені қалай сауады, сабаны қалай піседі деген нәрсенің барлығын мен көзіммен көріп өстім. Сондықтан әке-шешем мен ауылдан ешқашан тамырымды үзген емес, ауылға жіберіп тұратын. Соның маған айтыста да үлкен септігі тиді ғой деп ойлаймын. Енді балалық шағым қалада өткеннен кейін мен қазір мектепті бітіретін кезде біз жаңағы мектеп қабырғасында жүрген кезде біз этаж үйде тұрдық. Мектепті бітіретін кезде жер үйге көштік. Мен қазір сол Талдықорғанға барған сайын өзім сол көшіп кеткен этаж үйдің алдына барып, арнайы айналып қайтамын. Шын мәнінде бір көзіме жас келеді. Сол үйді қайтадан сатып алсам ба деп өзім ойлаймын кейде. Дәл қазір керегі жоқ бірақ өзіме. Бірақ әйтеуір балалық шағым өткен жер бәрібір ыстық болып көріп тұрады ғой. Сондықтан міндетті түрде Талдықорғанға барған кезде сол ауланы айналып. Бірақ бір таң алатыным, біз сол бала күнімізде ойнап жүрген кезде сол есік алдында асық ойнайтын балалар болатын. Өзім бала көп болатын, қайдан келгенін білмеймін, бала көп болатын. Улап, шулап, бір-бірімен төбелесіп, алысып, жылысып жататын. Бірен саран болмаса бір жаңа ойнап жүріп төбелесіп қалған балалардың арасына түсетін ата-аналарды да көрмейтін біз. Қазір сол аулаға барсам, бала жоқ. Әлде бәрі жаңағы балабақша, жалдамалы няняның қолына кеткеннен кейін ба? Асық та жоқ. Асық ол екі баста жоқ қой. Сол соңғы буын біз шығармыз асық ойнақ болған. Білмеймін неге екенін, аула тып-тыныш. Әйтеуір енді бірен саран бала жүреді, бірақ бұрынғыдай бір балалық ойынның бір қарбалас тіршілігі ондай көрінбейді. Қазір енді олардың ойыны үйде отырып алып бір-бірімен сетеп ойнайтын шығар. Бәлкім солай шығар деп ойладым мен. Өзің осы қазақтың қара домбырасын қанша жастан қолға алдың? Мен ерте ұстадым домбыраны, ертерек ұстадым. Әкем өзі қолыма ұстатып, өзі үйретті. Одан кейін әкемнің жора жолдастары өнерде жүрген үйге келіп арнайы сабақ беріп кететін домбырадан. Мен бірақ слухпен дейді ғой. Айтыста көрген мақамдарымды, болмаса бір термелердің, әуендердің домбыраның иірімін өзім салып үйреніп алдым кейін. Содан бері домбыра қолда ғой. Енді сөзсіз ғой, ақындық Алладан берілетін дарын біріншіден. Бірақ осы бойдағы дарынға сеніп қалып кейде бойдағы өнерді тұншықтырып алатын кездер мысалдар аз емес. Иә. Өзің осы еңбекқорсың ба, әлде тек қана осы дарынға сенесің? Мен жалқаулығым бір кісідей бар кісімін негізі, шын мәнінде. Ана затты беріп жіберші, бір әңгіме бар ғой. Ана кілтті беріп жіберші, сен бір жұмсағаның болсын, кейін сен де мені бір жұмсарсың десем.
сен жұмсаған сол болсын, сол кілтті өзің ала салшы дейтін бір жалқаулардың әңгімесі бар ғой. Сол сияқты басқа салаға келген кезде бір кісіде жалқаулығым бар, оның өзімде зиянын тартып жүрмін. Бірақ айтысқа келген кезде мен ешқашан жалқауланған емеспін. Ешқашан айтысқа жауапкершілігім өте жоғары. Ізденесің ғой. Міндетті түрде мен бала күнімде осы айтыстың аламанына кіргеннен бастап әкем енді бір бөлмеге қамайтын, сол жерде жаңа табыстаған кітаптарын бітіріп, көр деген нәрсесін көріп, оқы деген нәрсесін оқып, айтысқа келген кезде ешқашан мен жалқауланған емеспін. Оның жемісін де жедім. Әйтпесе ол тек дарын сарқылады ғой. Сенен де зор дарындар шығады. Сондықтан ол дарынды біліммен, тәжірибемен ұштап отырмаса, ол кез келген өнерде ғана емес. Спортта мәселен табиғи соққысы қатты балалар бар, мысалы. Ауылда шоқпар білек, жұдырығы тоқпақтай, жауырыны қақпақтай деген сияқты. Бірақ оған белгілі бір мамандардың техникасы жетпесе, ол ертең таяқты өзі жеп қалатын сөзсіз ғой. Сол сияқты спортта күшке ғана сенуге болмайтын сияқты, кез келген өнерде де бойыңдағы дарынға сеніп қалсаң, одан опық жейсің. Оны міндетті түрде біліммен, тәжірибемен ұштастырып отыру керек. Сондықтан да мен айтыстағы ізденісімді ешқашан тоқтатқан емеспін. Адамды танығың келсе, білуің керек үш нәрсенің бірі бар. Ол білімді қайдан алатыны. Өзің осы жақтан қалайсың? Білімді интернеттен аласың ба, болмаса кітаптар оқисың ба, әлде ауызекі әңгімелерді тыңдайсың ба көбірек? Енді бұл қай салаға байланысты ізденгеніне қатысты. Айтысқа қатысты болса, кітапты да, ауызекі әңгімені де, интернетті де пайдаланамыз. Ал жалпы бір нәрсені, бір жұмысты бастайтын кезде, ол жұмыстыға бір ақыл парасатын жетпей тұрса, сол саланың жілігін шағып, майын ішкен адамдармен ақылдасқанды жөн көремін. Мысалы, мен қазір байқаймын, әлеуметтік желіде неше түрлі бір дәрістер өтіп жатады, ақылы дәрістер өтіп жатады. Бірақ өмірде ол адамның жеткен жетістігі қандай, мысалы? Сол дәрісті айтатындай оның деңгейі, құқығы бар ма? Адамдар оған мән бермейді. Болмаса, кәсіптің сырын дәрігерден сұрап жатады. Дұрыс дәрігер болудың сырын сантехниктен сұрап жатады деген сияқты. Нағыз маманның өзіне бару керек қой. Сондықтан мен бүкіл таныстарымды қоссам да, сол саланың жаңағы нағыз шыңдалған, сол салада піскен, сол саланың суығына, тоңып пысығына күйген адаммен ақылдасқанды жөн көремін. Ал кейбір адамдар өзінің құпиясын айта бермейді. Ондай адамдар да бар. Оның тек сыртынан бақылап жұмысын ғана көресің. Ол осы сәтте қалай істеді екен, бұл мына жұмысты қалай істеді екен деген сияқты сыртынан ғана бақылап көресің. Сондықтан білімді тек бір бағыттан ғана аламын деп айта алмаймын. Ол жан-жақты. Мысалы, жаңағы дәрістерді байқаймыз ғой. Дәрістер өтеді ғой адамдардың. Сонда енем мені ұрады, енем мен ұрсамын, күйеуім мені ұрады деген сияқты мәселені әлеуметтік желіде талқылайтын бір түсінбеймін да мен. Тәрбие дегеннен шығады. Сонда бұған қарап тұрсаң, оның әңгіме айтатын адамы жоқ қой, ол адамның. Сыр бөлісетін, мұң шағатын адамы жоқ та. Сонда қазір адамдар бір-бірімен өзара мәміледе, бір-бірінің жаңағы қиын жағдайына бір бас қатыру деген қасиеттен бір арылып бара жатқан сияқты да. Соған қарағанда мен ойлаймын, бұның басына не күн туды екен соншама? Осы бүкіл жалпы жұртты жинап алып, өзінің кішігірім отбасылық мәселесін халықаралық, республикалық деңгейде талқылайтын мәселе емес қой. Оның атасы қайда, енесі қайда, аға бауырлар қайда деген сияқты. Жандарбек, енді әңгіменің басында әке туралы айтып қалдық. Өзің әкенің мектебінен бала кезден өттің. Енді өзің әке болдың қазір. Өзің қандай әкесің, балаларыңа қандай тәрбие беріп жатсың? Болмаса, әкеден алған тәрбиені балаларыңа? Мен әкем қатал болды. Мен өзім сұхбатымда да айттым. Үйде бір-екі қамшы осы менің жотамның да сынды. Шын мәнінде үйде біраз қамшы бар еді, соның біразы менің үстімде сынды. Ал бірақ қазір ол методиканы балаларға қолданылмайтын сияқтысың. Қазір балалардың психологиясы басқа ма, көп қой қаншама ата-анасы бетінен қаққан балалардың өз-өзіне қол жұмсап жатқаны, не екенін білмеймін. Осы балалардың бір психологиялық тұрғыдан шын мәнінде бір күйзеліске ұшырайтын сияқты. Мен оны айтатын себебім, өткенде мен шаштаразға бардым.
бір уақытқа жазылып қойдым да, бірақ бір 15-20 минут ерте келіп қойыппын. Тура менің шашымды қоятын жаңағы шаштараздың алдында бір бала отыр. Енді денесі менен үлкен ана баланың, ең кезердей. Қазір әскерге алып кетсең, қазір жарайтындай бала да. Бірақ түрі бәл баланың шағы бір 11-ші сынып екен, әлде 1-ші курсқа түсті ме екен. Дәл жанында мамасы отыр да. Сосын мамасы айтып отыр. Так, шашты артын қысқартыңыз, сол жағынан былай алыңыз, оң жағынан былай. Бала былай отыр. Сосын мен ойлаппын, жаңа бала тілі мүкіс пе екен, сөйлей алмай ма екен деп. Сөйтіп отырғанша болған жоқ, жаңа баланың телефоны шырылдады. Телефонды бүйтіп алды да сөйлесті, күмілжіп сөйлесті де телефонын қоя салып, шаштараз өзінің жұмысын біткеннен кейін, тәте болды ма, қабылдап аласыз ба дегендей қылды. Сосын тағы артын кішкене қысқарту керек деді. Сосын артын қысқартты. Таң қалдым. Сосын ана бала кеткеннен кейін жаңағы өзім шаштараздың алдына отырып, жаңағы баланың жасы нешеде екен дедім да. Жаңағы жігіт айтады ғой, бауырым, мен шаш қиып жүргенмен бір 10 жыл болды дейді. Саған өтірік, маған шын, дәл үйсіп келетін еркектер бар, әйелдер сөйлеп отырады дейді. Жоқ, ол болмайды осы. Жоқ, сен қоя тұр, ол ертең өсіп кетеді, мен білем ғой. Алдап тастап, мына жерден былай деп отыратын әйелдерді көрдім дейді да. Сосын Дулат Исабековтің айтатын бір сөз бар еді, қазір қазақ қоғамында еркек көп, азамат аз деп. Соған ойлаймын мен, балалардың тегі бір ешкіммен сырласпай өскеннен кейін, еш нәрсені әлеуметтік желіден басқа еш нәрсе көрмей өскеннен кейін бір айтқанға көнетін, айдағанға жүретін бір әлжуаз, боргемік, бір бос белбеу бір ер азаматтар өсіп жатқан сияқты да. Шын мәнінде жаңа сөзім басында айттым ғой, екі бала дауласса арасына ата-ана түспейтін деген сияқты. Ал қазір қаншама мұғалімді білеміз, баланың киімнен тартып қалған үшін істі болып оқудан шығып кеткен. Қаншама жақсы мамандарды білмеймін, мысалы. Біздің жаңа өзім әкем айтып отырады, бір еңбектен ба, бір дәрістен сабақ беретін мұғаліміміз кілтпен ұрған кезде маңдайын жарып жіберетін деп. Тақтада жазып отырады, артынан сөйлеген, қай адамның қаншасыншы партада отырып сөйлеген дауысын танитын, бұрылып қалып ұрған кезде маңдайымызға дәл тиетін деп. Болмаса онда сақинамен жүретін. Иә, сақинамен жүретін деп. Қазір енді бұл методика бала тәрбиесіне келмей ма, әлде басқа ма білмеймін. Мен осы әлеуметтік желіде жаздым. Көксеректе ғой. Жаңа Ақанқұл Құрмашты қамшымен сабап жібереді ғой. Сонда жаңа әжесі жылайды ғой Құрмаштың. Ақанқұл-ау, жетімнің көз жасына қалып нең бар? Неге сонша сабайсың ол бейшараны деп. Сонда жаңа Ақанқұлдың айтатыны ғой. Апа дейді, ертең тағдырдың таяғын жеп өскенше бүгін менің таяғым жеп өссін дейді. Сол сияқты жаңа енесі тепкен қолының еті ауырмайды деп, ата-анасы баланы біз қазір тымсылап сипап, өбектеп жіберетін сияқтымыз да. Иә, белгілі бір деңгейде мейірім болу керек, бірақ оның еркелігі есерлікке ұласып кетпейтіндей тәрбие болу керек деп ойлаймын өз басым. Сондықтан мен өз бала тәрбиесінде ұстанатын қағида, мен балаларыма ешқашан өтірік айтпаймын. Шын мәнінде қайда кетіп бара жатқанымды айтамын. Ол түсіне ме, түсінбей ме, кездесу болса ағалармен кездесуге бара жатырмын. Дүкенге бара жатырмын, дүкеннен нан алуға бара жатырмын. Шын мәнінде ал қазір келемін деп 2 күннен кейін келіп тұрсам, я болмаса саған осы нәрсені алып беремін деп, ол нәрсені алдыртпасам, оның бойына бір суайттық ақырын жұға береді да. Осыны мен аңдаймын өзім. Одан кейін дүкенге барған кезде де, бір жерге барған кезде де, баланың барынша өз таңдауына жүгінемін. Ойыншық па, ойыншықты өз таңдасын. Я, ол сапасыз ойыншық болуы мүмкін, ол нашар ойыншық болуы мүмкін, бірақ оның зиянын өзі көреді. Ол ойыншықпен мен ойнамаймын ғой. Сондықтан оны келесі рет алмайтындай, оның бір рет аузы күймесе, ол әрқашан таңдауды мен жасай берсем, ертең өмірде одан үлкен таңдаулар қабылдайтын сәттер келеді. Оқуға байланысты, жар таңдауға қатысты қиналатын кездері болады. Сол уақытта өзі шешім қабылдай алатындай деңгейде болса деп ойлаймын балаларымды. Сондықтан осы бастан таңдауды өздеріне қабылдатамын. Иә, ол әрине кейде мысалы денсаулығына зиян нәрсе болса, мынаны жейсің ба деген сияқты нәрсе емес. Бүгін я болмаса Мегаға барайық, я болмаса музей аралайық деген сияқты алдына 2 таңдау қоямын. Екеуін өзі таңдап. Бүгін қайда барасың десең, баланың қиялы кете береді ғой енді. Анда барам, мында барам, үйтем, бүйтем деген сияқты. Сондықтан ата-ана баланың алдына таңдау қою керек. Не мынаны істейік, не мынаны істейік. Өзі екеуінің біреуін таңдап алсын. Көбінде біз балаға белгілі бір білім берген кезде, оқытқан кезде оған бір мамандық таңдайтын кезде болады. Сол мамандық таңдаған кезде қалай? Белгілі бір бағдар берген дұрыс па, әлде
еркімен өзіне мүмкіндік берген дұрыс па таңдау? Қазір біз балаларды бір данышпан қылып өсіргіміз келеді. Бүкіл ата-ананың ойы данышпан қылып өсіргісі келеді. Неге? Өйткені келсін келмесін өнер үйірмесіне алып барады баланы. Оның бойында қабілет бар ма? Сенің жеті атаңда біреу өнерде болған ба? Я болмаса баланың мүлдем математикаға қыры жоқ, бірақ математикалық сала, экономика қазір қарыштап дамып жатыр. Менің балам 10 жылдан кейін осы экономика саласында болу керек деген сияқты менталды арифметикаға апарып қояды. Әйтеуір баланың миын ашту, баланы данышпан қылу. Одан кейін мынау телеарнаны қоссаң да сол. Балалармен бірге отырып қазір барлық мультфильмнің кейіпкерлерін де жаттап алдық қой. Отырып алып ақыл айту, данышпан қарға, данышпан тасбақа. Ал басқа елдердің мультфильмін көрсең, әрекет, біреу қашып жүреді, біреу қуып жүреді, ойнап жүреді, іс-қимыл бар да. Біздікі отырып алып, жаңа балаға конькиді қалай тебу керек, бірдеңе өткенде бір ағамызбен сөйлестім. Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба, бұл өмірге келген соң сұрауы бар судың да деген ән бар ғой енді. Бұл енді неше жасқа арналған өлең екен өзі. Енді балаға арналған өлең. Енді сұрауы бар судың да дегенде ол енді бесікте жатқан балаға ол не қажеті бар деп ойлаймын да мысалы. Осы сияқты балаға арналған әндер, балаға арналған бір мультфильмдерге мен ешқашан көңілім толған емес. Балаларым көрмейді да менің. Қазір балапанды қосып бересің амалдың жоғынан. Николодин көргенше балапан көрсін дейсің. Бірақ оның алдында отырмайды көпке дейін. Өйткені отырып алып ақыл айту, данышпан болу деген сияқты. Білмедім, бұл мемлекет болып жұмыс істейтін нәрсе шығар. Мысалы, менің қазір үлкен қызымның есе сақтау қабілеті жақсы. Ал есеп-қисапқа жоқ. Сонымен байқаймын, ол соған қарағанда осы есе сақтау қабілетін бір тілдерді оқуға пайдаланса деп ойлаймын да. Өйткені ағылшын тілінде сөз етсең, бірден жаттап алады. Түрікше сөз етсең, түрікшені жаттап алады, аудармасымен бірге. Енді математикасы жоқ болса, мен оның ана қабілетін жойып жіберіп, несіне онда математикаға сөйлеймін. Сондықтан мен ойлаймын, өзіне кеңес айтам. Есе сақтау қабілеті осы күйінде тұра бермейді ғой оның да. Сондықтан бала күнінен тіл дамыту, тілдерді дамыту, өзге ұлттың тілдерін оқи берсе, соның маманы болып шықса да маған мәртебе болады. Сондықтан ата-ана бала көзіне қарайып көрінгеннен бастап оның қарым қабілеті байқала бастайды. Сол салаға жіберген дұрыс деп ойлаймын. Қайсы салаға қабілеті бар, сол салаға бейімдегені дұрыс шығар. Енді мен қазір ойлайтын шығармын, бағдарламаны көріп отырғандар, мына бір ұлын ұяға, қызын қияға қондырып отырған адам сияқты сөйлеп отыр деп. Шын мәнінде олай емес. Менің араласатын ортам және бізге тәлім тәрбие берген аға буынның бала шағасындағы тәрбиені мен қараймын. Солардың отбасымен араласты екен деймін. Және бұл экспериментті, бұл тәжірибені олар да балаларына жүргізеді. Осы нәрсені. Кейін жаңа отбасылық достарымыз бар, аға бауырларымыз бар, солармен сұхбаттасқан кезде анау былай екен, мынау былай екен, балада мынау былай екен деген сияқты нәрсесін айтып отырады. Ал негізгі үлкен мектеп ол өзімнің ата-анамның мектебі ғой. Олардан артық асқан мектеп жоқ, сондықтан ол кісілерде балаңа көп ұрыспаңдар, шымшып оқытпаңдар, басына кірмесе кірмей қалсын, қазір қинамаңдар деген сияқты үнемі бағыт-бағдарын беріп отырады. Айтыскер ақындардың жас буыны ретінде халықтың көңіліне шыға біліңдер. Ол сырым бар, сен бар. Сырымдардың өздері де сіздерде қазір көп азаматқа ақыл айтатын жасқа келіп қалдыңыздар. Енді сіздерден кейінгі жас буындардан кімдер бар? Өсіп келе жатыр. Сырым өзі алға шыққанда да қартайған адам сияқты. Сырым 6 жаста шыққанда қартайған адам сияқты шықты ғой осы. Бізден кейін ақын енді ойбой Құдайға шүкір көп. Жаңа сырымның өзі орта буын болып қалды демекші. Қазір мен естідім биыл жүргеніпте ақындар мамандығы ашылғанын деп естідім. Әлде ақындар бөлімі ма білмедім, бірақ әйтеуір айтыскер ақындарды тәрбиелеп шығаратын арнайы бір факультет бар деп естідім. Ол бізде Шабытта бар, Астанада. Оған жыл сайын түсіп жатқан балалардың саны өте көп. Ал қазір оқушылар айтысы, студенттер айтысы деген жиі өте бермейді. Ал өткен жағдайда 40-тан астам балалар келіп қатысады. Оның өзі үлкен бәсеке, конкуренция, солардың арасынан іріктеліп шығып жатқан балалар өте көп. Олар барда айтыс өледі деп ойламаймын. Қайта солардың осындай мынандай жаһандану заманында
қолына домбыра ұстап, үстіне шапан киіп біз айтсамыз деп жүргеннің өзі оларды құрметтеуге лайық деп ойлаймын. Өйткені кім ақын боламын дейді қазір? Қазір екінің бірі әнші болғысы келеді. Әнші болғысы келеді. Бірақ екінің бірі ақын болғысы келеді деп айта алмаймын. Әнші болғысы, әйтеуір танылудың тез төте жолдарын іздейді ғой. Әншілік қабілеті болмаса, ол лайнер болады. Лайнерлік қабілеті болмаса, шешіне салады. Шешіне көрсететін еш нәрсесі болмаса, басқа бірдеңе істейді деген сияқты. Әйтеуір адамдар барынша танымал болуға тырысып жатыр. Өткенде Асанәлі ағамызбен де сөйлесіп сұрап отырмын ғой. Барлығы кадрдың ішінде болғысы келеді адамдар. Бірақ кадрдың сыртында жұмыс істейтін қазақ балалары өте аз, өздеріңіз білесіздер ғой. Әсіресе осы телевизия саласында. Неге сол технологияны қазақтың балалары меңгермейді екен деп өзім ойлаймын да. Сондықтан ақындар өте көп. Әрқайсының өзінің жеке мектебі болса тіпті жақсы. Арқа, Жетісу, Батыс, Сыр деп бөлінеді ғой өзі, дәстүрлі өнер. Сондықтан осы әрқайсы өз өңірінің стилінде айтыса, қазір айтыстың бір кемшін тұсы топ болып дайындалу. Бір ақынды 10 адам дайындайды. Сондықтан да ол баланың жеке стилі қалыптаспайды. 10 адам 10 түрлі ой бергеннен кейін, 10 адам өлеңнің 10 қатарын бергеннен кейін, ол бала жасанды ақын болады. Ал бұрын қалай мысалы? Қонысбай Әбілов Торғайдан келген. Киімінен, даусынан, сөзінен ақ танитынбыз. Газеттен оқып отырса, Есенғали Рошанов деген ағамыз бар, сол кісіге бір журналист қазіргі қазақ поэзиясындағы ақындардың өлеңін оқып берген ғой. Барлығының авторын жазбай танып отыр ғой. Мына стиль қыз балаға келеді, ол Пәленбай деген, мына кішкене лирикаға жақын, бұл осындай деген ақын деген сияқты. Бұл жаңағы тұлпарды, үйір жылқының ішінен тұлпарды танитын сыншы сияқты ғой енді. Сол сияқты бұрын халық осындай сыншы еді. Радиодан тыңдап отырса ақын танып отыратын, газеттен оқыса өлеңнен ақ танып қоятындай деңгейде сыншылар болатын да. Ал қазір қайсымыздың айтысып отқанымызды ешкім білмейді. Бәріміздікі бір стиль, бір мақам, бір сөз. Осы айтысты құртқан да, айтысты құлдыратқан да топ болып дайындалу. Оған кәдімгідей ақша алатын адамдар бар, ол жасыратын еш нәрсесі жоқ. Кәдімгідей осыны күн көріс ретінде пайдаланатын ақындар бар екен. Ақшасын төлейсің, сен өлеңін жазып береді. Сен барып орындайсың. Ол не айтыс болды сонда? Өнерге кәдімгідей балта шабу ғой тамырына. Енді бағыт бағдар көрсету деген бар. Алдыңа келді, өлеңнің қаңқасын алып келді, формасын, осылай мынау қалай болады деп. Соның сыртын жамап беруге болады. Ұйқасын, болмаса ойдың, өлеңнің формасын, өлеңнің идеясын өзгертуге болады. Біз өзімізде әлі күнге дейін ақылдасып отырмыз. Осындай бір шумағым бар еді, осыны қалай айтсам болады деген сияқты. Ал енді тұтастай жазып беріп, ол баланы сахнаға алып шығу, ол балаға жәрдем емес, ол баланың бойындағы титтей дарынын одан сайын жоқ болып жіберу ғой. Олар ойлайды, қазір жәрдемдесіп отырмыз, қазір көрініп отыр деген сияқты. Осыны сұрыптайтындай бір уақыт жеткен сияқты. Мен Жүрсін ағаға да айтқанмын, өзіне де жоба қылып ұсынғанмын. Орыстардың 5 сағат отырып футбол талқылайтын бір бағдарламалар бар ғой. Камераны жақындатып алып келіп, кім-кімді құлатты, төрешінің сары қағаз көтерген дұрыс па? Мен де мәселен 98-ші жылы айтысқан Мұхамеджан Тазабековпен Меңес Қосымбекті осылай бетпе-бет отырғызып қойып сұхбат алғым келеді. Сол айтыста бағы көтерген Мыржатай Жолдасбеков та келіп, неге мына кісіге 10 көтердіңіз, неге 9 көтердіңіз? Сол балыңызға қазір жауап бере аласыз ба? Қазір осы балды көтерер ме едіңіз деген сияқты сұрақтарды қойғым келеді. Мұхамеджан Тазабеков пен Бекарыс Шойбековті жұптастырып кездесу үшін Жүрсін Ермановтан қаншама жылдар өтті. Екеуі кездеспей қалады. Біреуі барған айтысқа, біреуі келмей қалады. Біреуі финалға шыққан айтысқа, біреуі шықпай қалады деген сияқты. Сөйтіп ол кісілердің екеуін сахнаға шығаратын кезде осы айтысты мен өзім көптен бері күтіп едім, армандап едім, міне бүгін сәті келді деп шығарды. Қандай керемет айтыс болды. Қандай керемет айтыс болды. Ал енді ол айтысқа қалай дайындалды? Екеуі де бір-бірінің сыртынан біліп жүр. Қазір енді екеуі де ел ағасы болды. Екеуін отырғызып қойып, жастарға қызық та ол әңгіме. Ол басқа адамдарға қызық болмауы мүмкін. Мен өзім кездескен сайын сұраймын. Ол кісілерді енді ашылып айта бермеймін, бірақ жастар білсе, қалай дайындалды, сол айтыстан қандай сабақ алды, қай жерде өзін жіберіп алдым деп ойлайды деген сияқты. Осы бағдарламаны ұсынып едім, бұл жоғары жақтан қолдау таппады. Өйткені мен бұны ең осы әңгіме шешілетін жерге дейінгі адамдармен жолығып сөйлестім.
айтысты эфирден көргісі келмеді шын мәнінде. Бұрынғы айтыстар қайтадан Жандарбек керек емес еді. Иә, мен емес, бұрынғы архивті қопарғысы келмеді. Бұрынғы айтыс кішкене қазірге қарағанда табиғи шынайы еді ғой. Ол жерде әңгімеде шынайы айтыла беретін деген сияқты. Сондықтан ол қолдау таппады. Неге орыстар жаңа охотник деген канал бар. 5 сағат отырып балық аулайды. Соны кәдімгідей бағдарлама қылып канал ашып қойған ғой. Біреу қоянның соңынан қойып жүреді. Оны канал алып қойған. Кухня деп канал ашып қойған, ол тамақ жасайды. Кімге қызық ол мысалы? Оның өзінің көрермені бар да. Ал қазаққа дәл айтыс сияқты қызық дүние жоқ, шынайы қазаққа. Мысалы сіз бір ең сүйікті деген әншіңіздің концертінде қанша сағат отырасыз ары кетсе? Дауысы керемет деген әншінің концертінде ары кетсе 2 сағат отырасыз. 2 сағаттан кейін жырлай бастайсыз. 2 сағатқа шыдауыңыздың өзі не ғайбыл. Өте керемет деген әлемдік деңгейдегі әншіні 3 сағат тыңдайтын шығарсыз. 3 сағат мен өзім ән тыңдай алмаймын мысалы, басқаларды білмеймін. Я болмаса осы ақсүйек өнер керемет, осы элиталық адамдар көреді деген опера қанша уақытқа созылады? Мен өмірімде опера балет деген дүниеге барып көрген емеспін, әйтеуір 2 бөліп кіреді дейді ғой. Бірінші уақыт береді, екінші уақыт береді. Ал айтысты 8 сағатқа созылған айтыстар бар. Үлкен кісілер тіпті тамақ ішуге дәрет алуға шықпайды үлкен кісілер. Ағаның сөзін естімей қаламыз деп қозғалмайды ғой. Ал 8 сағат, 9 сағат адам ұстап отыратын қандай күш ол? Сондықтан осы өнерге, осы жанрға бір канал ашып қойса, я болмаса жарайды канал деген артық болады бұл ақындарға демек. 20 минуттық бағдарлама ашып қойса, оған мемлекеттің еш нәрсесі кетпейді деп ойлаймын. Ол бір арқылы белгілі бір меморандум арқылы. Халық рухани байымаса дейсіз. Иә, оның өзінің бір жанкүйерлері бар. Мәселен, қазір біз теледидарды адамдар аз көреді дейміз. Теледидарды қалада жүрген біз аз көреміз. Бірақ ауылдағы жұрттың барлығы Wi-Fi-ға қосылып отырған жоқ қой? Ауылдағы жұрттың барлығы YouTube көріп отырған жоқ. Ауылдағы жұрттың көретіні сол отандық каналдар. Оның үйінде спутниковый каналда жоқ. Сонда мен ойлаймын, мен бір бағдарламаға түстім. Мен бағдарламаның жобасын, еш нәрсесін білген жоқпын. Балғынбек ағамызға хабарласқан екен, ол кісі де келісіп қойыпты. Енді бір бағдарлама деп бардық, Айнұр апамыз бар, енді аға буын бара жатқаннан кейін ілесіп барып, бағдарламаның концепциясында не туралы екенін сұрамамыз. Сол бағдарламаға түскенмен мен шынымен де мысалы өкінемін. Өзімді апарып бір қорлағандай болдым да. Енді сонда қазір ойладым, мысалы мен жарайды ол бағдарламаға түстім, қалды ғой енді. Кешке қарай сиырын жайғап, жылқысын қайырып, кеп ауылдағы кісілер жайғасты ғой енді. Шаршап келіп 8-9 уақытында. Отырды. Сөйтті де телевизорды қосты. Сонда қазақтың айтыскер ақындары деген 3 адам шошаң етіп бірдеңе істеп жүрді. Қарным ашты менің шын мәнінде. Өзіме жаным ашыды, және соны көретін ауылдағы халыққа жаным ашыды да. Неге бардым сол бағдарлама деген сияқты. Сол сияқты ол бағдарламаның, мен түскен бағдарламаның біреуі ғана ғой енді. Ал қазір сондай бағдарламаның қатары қаншама? Санасаң санына жетпейсің. Әйтеуір жобаны ауыстыра береді. Айналып жатқан ақша, айналып жатқан адамның жаңағы репутациясы, түрі бір халыққа не беріп жатыр деген сияқты. Мен білмеймін енді жоғарыда бұл қандай бір көркемдік кеңестен өтеді екен, мына бағдарлама не береді, мына бағдарлама қалай деген сияқты. Мысалы бір оқиға болды. Бағдарламаны жүргізіп отыр бір кісі. Эфирде күйеуінен таяқ жеген бет аузы көк ала қойдай әйел. Ана кісі қолына сценарийді алған. Енді сценарийдің жүйесін қарап аласың, ары қарай оны оқып отырмайсың ғой енді. Бірақ ана кісі сценарийді сұрақты былай оқымаса оқи алмайтын адам. Оның эфирге не қажеті бар екенін түсінбеймін сондай адамдардың. Сонда ана кісі өзінің жағдайын айтып отыр. Күйеуім ұрды, біз Астананың аязында вокзалда тұрдық, таяқты жедік, 5 баламен далада қалдым деп. Анау тыңдап отырған жоқ жүргізуші. Келесі сұрағын оқып отыр ол уайымдап. Сөйтіп отыр еді, ананың әңгімесі бітті, әңгіме тоқтағанын білді де тамаша деп қояды да. Әңгімені қараңыз. Сонда өмірдің быт-шыт болғанын тамаша болып тұр. Иә. Әйтеуір бірдеңе деп сөйлеу керек болды сол жерде. Тамаша деп әңгіме айтып тұр. Ана бүкіл өзінің трагедиясын айтып тұр. Енді оны эфирден сен монтаждамасаң, тура сол күйінде берсең, тамаша болады. Тамаша болады. Тырнақшаның ішіндегі тамаша болады. Сол сияқты эфирге неге сондай адамдарды алады екен деп таңғаламын да. Сахнаға шығатын адамға да әй дейтін әже қой дейтін қожа жоқ. Эфирге шығатын адамға да әй дейтін әже қой дейтін қожа жоқ.
әйтеуір халықтың ортасында жүретін адамдарға барынша жол ашық та. Қалай танымал болғың келеді, өзің біл. Өзің біл. Ал бұрын сәл осыдан көп емес осы біраз уақытқа артқа шегерсек, Байзақованың басын шоп тастайтын еді. Басын шоп тастайтын еді, дарғасып тастайтын еді деген сияқты. Ондай мәселе көп қой енді. Ал қазір бір тал шаш түссін, өзіңнің басың кетіп қалады ғой. Bir тал шаш түссе. Сондықтан шаш түспейді, оған қарсы әңгіме айтсаң да. Әңгіме айтсаң, таяқ жейсің, оның да бір қорғаушылар пайда болды деген сияқты. Өзің тойға шығасың ба? Тойға барамын не? Барып тұрасың. Енді осы тойға байланысты қазір көп қой әңгіме айтылады. Той үшін өзі көп ата-ана жинадан несие алады, соған ақшасын салады, баламның тойы бір жақсы өтсін деп, ағайындар бір жиналсын деп. Бірақ осы тойда көбінде бір ысырапшылдық бар. Өзің тойларға жиі барғандықтан осы төңіректе не айтасың? Мен 20 жасымда шаңырақ көтердім. Егер мен 25 жасындағы ойлау жүйеммен шаңырақ көтерсем, 20 жасындағы тойды жасамайтын едім. Неге? Сол деңгейде жасамайтын едім да. Өйткені 20 жасында жаңағы өзіңіз айтқандай, ой әйтеуір анау келеді, мынау келеді, шашылу керек, тасыну керек деген сияқты. Ата-ананың барлығы әйтеуір анадан ұят болмасын, мынадан ұят болмасын деген сияқты тойға шашылып, ол тойдан кейін өмірі не болып жатыр осы. Оралда бір айтыс өтіп, сол айтысты айтып едім, өмірі керемет болып өтпей жатыр, тойлары керемет болып өткендердің деп. Шын мәнінде керемет тойлар көп, бірақ керемет өмір аз ғой. Той көп, ажырасу одан көп. Статистика. Оған сананы тұрмыс билейтін не себеп? Ең әуелі материалдық жағдай. Оның тәрбиесінен бөлек, тәрбиеге қатысты ол материалдық жағдайдың азайғанына байланысты. Соған төзетін қыз бар ма? Қара жұмыс істей алмай істейтін жігіт бар ма деген сияқты ғой. Сондықтан ата-ана көбінесе жарайды той 2 сағатта өтер, ал олар өмірінің соңына дейін бірге боламыз деп неке қиып тұр ғой, тойдан кейін өмір қалай болады деген нәрсеге мән берсе деп ойлаймын да. Той жасалмайсың, бүкіл ешнәрсе болмасын деген әңгіме емес. Неке деген сөздің өзі жария деген сөз екен ғой, жариялау дегеннен шығады екен ғой. Сондықтан өзің жаныңа жақын ағайын туыс қуанышыңды бөлісетін деген кісілерді шақырып, қуанышыңмен бөлісесің, жариялайсың, бірақ ысырапшылдық болмау керек сияқты. Енді қазір әлеуметтік желіде бір тренд па білмеймін, енді жүріп жатыр ғой. Кейбіреулер шын ниетімен де істеп жатқан шығар. Гулянкіден бас тартып қарттар үйіне бару деген сияқты. Мен осыны бір екеуін көріп қуандым шын мәнінде. Болмаса тойға кететін ақшаны бір жетімдер үйіне аудару. Болмаса өзінің тойын 2 жас барып арнайы жаңа детдомда өткізген соның асханасында. Дастарханның барлығы сол жерде тәрбиеленіп жатқан балалар, 4-2 жас балалармен бірге ағайын туыстар деген сияқты жағдайларды көрдім. Осы нәрсе үздіксіз бір трендке айналып тұрса, барлығы болмаса да әйтеуір елдің арасында бұл да жақсы насихат деп ойлаймын. Өйткені бір сөз бар екен, кімнің дастарханында дейді, кімнің дастарханында бір аш адам, кедей адам отырмаса, ол дастарханда береке жоқ дейді. Мәселен біз жылда ауызашар жасаймыз. Ауызашарға кім келеді? Аузы мұрнынан кекіріп жүрген адамдар келеді ғой. Кеше ананың үйінде болдық, ертең ананың үйіне барамыз деп отырған адамдар. Оларды шақыр, бірақ 2 адам қосып қойшы солардың қатарына. Мешіттің талонына жете алмай жүрген тамақ ішуге. 2 адам қосып қой, сол дастарханда, сол ауызашарда шынымен де береке болады. Оған өзің де сол ауызашардан кейін баратын тарауыңа көңілің марқайып барады негізінде. Бір 2 міскінді тамақтандырдым ау, осы оразада сауаптар еселенеді дейді. Ал біз сол адамдар, сол тойған адамдар, сол ішіп жүрген адамдар, тамаққа мұқтаж емес адамдар тамаққа тойдырып аламыз да. Ол негізі сәресіде ішкен тамағымен 2 күн жүре беретін адам ғой. Қазіргі халықтың талғамына байланысты бұрын сөз білетін адам асаба болса деп айтатын, Ұларбек Нұрғалым деген ағамыз айтты. Бұрын асаба деген мамандық қазақта болмаған дейді. Ол бертінде пайда болған дүние. Тамада деген не ол? Бұрын асаба деген осы әулеттен әйтеуір бір сөйлейтін адам болады бір әулетте. Шустрилау, еті тірі, әулетті басқа құдаларға таныстыратын бір адам шығып, ортаға шығып, қош келдіңіздер, астын алып отырыңыздар, біз осындай өсіп өнген әулетпіз, құда болып жатырмыз деп ортада бір адам жүретін дейді. Ол әулеттің ішінде біте қайнасып, қаны бір, жаны бір, сол әулетте өсіп өнген адам болатын дейді. Ал біз қазір бізге оң қайнаса сорпасы қосылмайтын, айдаладан келген біреуге өлтіріп тұрып ақшасын беріп, соны тамада қып қоямыз дейді.
ол келіп ойына келген істейді. Мақтауын келістіреді. Иә, секіреді, шошаңдайды. Осындай бір дарақылық қатты тойда жүріп жатыр ғой енді. Бұрын халықтың талғамы да басқа еді. Мен өзім енді айтыспен салыстырсам, бұрынғы айтыстың видео кадрларын қарасаңыз, қолына қалам дәптер алып отырып, жазып отыратын көрермендер болатын. Сонда ол ақынның қашан теңеп айтты, қашан афоризм айтқанын ажыратып отырған халық қой енді. Өміріме пайдаланамын деп, Мұхаммедшин ағамыздың айтатыны бар еді, айтыс деген ауызша кітапхана, әркім келіп керегін пайдаланар деп. Сол сияқты сондай көрермендер болатын. Талғамы биік көрермендер. Ал қазір ондай көрермен жоқ. Ондай көрермен жоқ. Сондықтан да осы тойға келген кезде барынша бұл шоу болып өтсін, барынша зажигать етсін тамада, секірсін, билесін деген сияқты болады. Иә, той деген көңілді көтеретін орта болғанымен, тек қана ішіп жеп ойнап күліп қайтатын жер емес, ол әдебиеттің, мәдениеттің бастауы болу керек қой той деген. Сол тойдан бір насихат болу керек. Неғұрлым халал өтсе той, ол той көңілсіз өтеді деген ұғым бар. Жоқ, ол олай емес. Қаншама тойда болдық біз, шексілеміз қатып, ішіміз бүктетіліп қалғанға дейін күліп ойнап отырып. Ол асабаның ұйымдастыру қабілетіне байланысты. Әрі арақпен өтетін той әлдеқайда қымбат өтеді. Ал оны сіз алып тастасаңыз, өзі ақша жеткізе алмай жетеді, және оған қосып арақ алып қояды. Мен бір оқиғаның куәсі болдым. Студент күнінде мені бір кісі балам үйленеді деп шақырды. Сол мәселе шай дейді ғой қазақта енді. Қалай істейміз, не істейміз деп. Сол басқа бет ашып бер деді. Жарайды, ашып берейін. Той қалай өтеді аға? Арақпен өте ме? Ой, иә, мен деген осы техникалық мамандық бітірген, менің жолдастарым деген барлығы ішеді. Олар болмайды. Сосын тұрдым да принципке сүйеніп айттым. Аға, сіз жаңа менің айтқан бағамды кішкене ауырсынып тұрсыз ғой. Соны арақты алып тастаңызшы, мен сізге соның жарты ақшасына келейін дедім да. Өйткені мен бағасын айтқан кезде былай, бүйтсек бола ма деді. Әдеттім, арақты алып тастаңыз, мен сізге соның жарты ақшасына келе салайын дедім. Ақшаға келгенде ойланды ғой. Сөйтті де баласын шақырды. Балам, арақсыз өтсін деп отыр, сен қалай қарайсың деп еді, бала айтты. Папа, менің достарым ешқай ішпейді деді. Өздеріңіз болмасаңыздар, бізге вообще біздің столға қоймай қойсаңыздар, біз. Мен айттым, не проблема енді? Той баланыкі, оның жолдастары ішпесе, сіздер өздеріңіз бөлек бір барып, кейін өздеріңіз тойлай жүрсіздер, бірақ мына тойда халал қылайық. Болды, халал болады, қол астық, келістік, жарты ақшасын алып тастайын, болды, жақсы. Сөйтіп болатын келіскен күні тойға барам, қолымда домбыра. Тойға кіріп келсем, жаңағы даяшы қыздар арақты былай тасып жүр ғой немен. Тәрелкенің үстіне қойып алып, ыдыс аяқпен тасып жүр ғой. Неше түрлі қомырағының сырты тұр. Сосын той дүниесін шақырып алдым. Сіз мені ақымақ қылып тұрсыз ба? Келіскеніміз ғой. Иә. Үлкен ер азаматсыз, алдап шақырып тұрсыз ғой сіз мені. Енді айып өтпеш, көнбе, достарыма айттым, үйттім, бүйттім дедім. Кетем дедім. Тіпті бажылап кетті. Қазір енді міне жастар келе жатыр, қазір енді екі арада қайдан іздейміз бет ашатын адам, сен ол адамды подставить етпе, анау, мынау бірдеңе. Жарайды дедім. Кішігірім дау-дамайдан өтіп алдық. Той басталады деген уақытта жастар жоқ. 7 болды, 7:30 болды, 8 болды. Күн қарай кетті. Адамдар жиналып дастарханға отырып уже жеп отыр тамақты. Қайдасың? Тура мына неде, Момышұлы деген көшеде, ресторанға келе жатқан жерде машина соғылады ғой. Өте қатты соғылған. Тұра алмайды екеуі аяққа. Содан не керек? 3 минутқа ма, 5 минутқа ма кіретіндей дәрігерлер. Бірдеңесін қатырып өйтіп. Келіннің киімінен киім жоқ. Екі кештің арасында қайдан киеміз дейсіз? Оны бір бәле қылып жуған. Сөйтіп кешіккен бұлар. Сөйтті де беташарда 3 минут айттым да, 4 минут айттым да, өйткені келіннің сәлем салатын бел жоқ уже. 2-3 минут беташар болды, бірден жастарды алып кетті, халық өздері отырып қалды. Сонда мен бірден сол арақтың зиянына жордым. Соған жордым, өйткені енді бәрібір оның қатысы жоқ деп айтуы мүмкін, бүйтуі мүмкін. Бірақ бір жаманшылық өзі бір нәрсеге түрткі болады ғой. Сосын ойладым, бірақ ана кісінің көңілін түсіріп, одан сайын
еңсесі түсіп тұрған адамға барып жығылғанға жұдырық қылғым келген жоқ. Соның кесі. Иә, айттым ғой сізге арақты алып таста деп десем, ол тіптен сағасынып кетейін деп тұр да. Үндемей, ақшамызды алған жоқпын, аға жақсы. Тағы үлкен тойларда жол айтып кеттік. Сол сияқты ол арақ бүкіл жамандықтың бастауы дейді ғой енді. Ол деген біз бүкіл жамандықтың бастауы деп ойлағанымызда ішіп алып ол адам бүкіл дүние мүлкін сатып жіберіп кедей болып қалды деп ойлаймыз. Оның сыртта болатын зияндары да бар да. Жаңағындай балаң бір бәлеге ұшырайды. Өзің жұмысың бірдеңе болады. Сондықтан бүкіл жамандықтың бастауы дегеннен кейін бүкіл деген сөздің ішіне барлығы сыяды да. Ол сенің іштегі отбасы, сырттағы жұмыс, адамдармен қарым-қатынастың барлығы сол өзіңнің кері жүргеніне байланысты болады бұл. Өмірде бөлек өзімнің бір белгіленген ұстанымдарым бар ма? Мынаны істеймін, мынаны істемеймін. Болмаса жаңағыдай тойларда осындай өтсе солай барам, былай өтсе былай бармаймын деген сияқты. Жаңа бір бағдарламаны айттым ғой, сол бағдарламаға өкінемін барғаныма деп. Сол сияқты өзімді қор қылып жіберетін жерге бармаймын, қанша ақша төлесе де. Ой, анаған барып құйып жүрмейсің бе, тамада бала деген сияқты нәрсе қажет емес. Мен сіздің тойыңызға біріншіден тамада емес, айтыскер ақын болғаннан кейін шақырып тұрсыз мені. Арнауымды айтып, қызықшылығыңызды бөлісіп беремін. Ал одан кейін ананы мақтап жібер, ананы бір айтып таста деген сияқты бір ойыншық қылғысы келетін бір адамдар болады. Адам бір магнитофонды басып қойып бір өлең айтқызып қойған сияқты. Ондай қарым-қатынастағы адамдармен ешқашан қанша ақша берсе де оған келіспеймін. Ал өмірде, мәселен, кеше ғана біз осы ақындармен отырып сөйлесіп отырмыз да. Мәселен, бір жерден қолыңа қаражат түссе, қомақты қаражат түссе, ол адам тек менікі деп ойлауы мүмкін да. Ол негізінде олай емес екен. Сол қаражаттың ішінде сенің туған туыстарыңның ішінде жағдайы болмай жүргендердің де ақысы бар да. Ал біз оны тікелей бұл өзім таптым. Менікі. Бұл менің осы 4 баламның киімі, бір әйелінің шубасы, өзімнің ішіп жейтін тамағым деп ойлаймыз да. Ал туған туысың саған ешқашан риза болмайды. Ешқашан риза болмайды. Тіпті кейбір адамдар болады, ой, туған туысыңа жасағанша сен оны айдаладан біреуге жасаған жақсы дейді. Мәселен, 50 мың теңге берсең, неге 100 мың теңге бермеді? Я болмаса өзіңнің бір киіміңді берсең, неге жаңасын алып бере салмады деген сияқты міндетті түрде туған туыстың қарым-қатынасы осындай болады екен да. Осы әңгімені мен жақында естідім. Бұдан кейінгі уақытта енді өзіме ұстаным қылып алатын шығармын. Жаңағы өзіңе бір қаражат түссе, енді бәрібір туған туысыңа көмектесесің ғой, бірақ соның ақысы бар деген нәрсені ұмытпау керек та. Яғни тапқан табысыңның белгілі бір бөлігі ол туған туысқанның несібесі. Несібесі. Ол оған қызмет етпейді. Ол сенің ол қаражат табуыңа көмектеспейді. Оның тіпті қатысы жоқ ол жұмысқа. Бірақ Құдай саған берді ме сол қаражатты? Оның ішінде айтылмаған, жазылмаған заңдылық, оның үлесі бар. Өйткені сен қалай өзің жал-жай жеп отырып, туған туысыңды қалдырып қоясың. Сол сияқты бұрын берсең әйтеуір кейде біреуге ренжіп бересің. Ай, осыларда бір деген сияқты. Ой, мынаны бірдеңе істесең бірдеңе жетпей жатады деген сияқты. Анау өлең бар ғой, ауылға барам ағайын туыс ел жаққа, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа деп. Соны біз әзілдеп өзіміз айтамыз. Ауылға барам ағайын туыс ел жаққа, қыңқылдайды олар, қарамайды олар бар жаққа. Отында керек, көмірде керек, газ керек, краска керек, сиыр сүйенген шарбаққа деп. Сол сияқты ағайын туыстың өзінің бір несі бітпейді, сондықтан осыған бір сабырлық танытып, олардың үлесін ұмытпауды өзіме бір өмірлік қағида етіп алсам деймін. Ағайын туыстан бөлек, өзіңе жақын емес, бөлек азаматтар көмектесіп тұрсың. Жақсылық жасап, қайырымдылық жасап. Бізде мысалы сіздерге бізден гөрі көп жазады ғой, жекелеріңізге, дайректеріңізге жазады, маған мынау керек, анау керек. Дайректер кәдімгідей үлкен шаруалар жазатын бір адамдар болады. Соған қарағанда кейде ойлайсың, халық әжептәуір өзіңді ескі көреді. Сен жүрсің жаңағындай шоуларда деген сияқты. Негізінде адам туысын жарылқамаса, ол қоғамды жарылқап жарытпайды. Бізде қазір мәселен қоғамда белсенді болып жүрген адам көп. Ой, анаудан мынау, анаудан мынау деген сияқты. Туысы баспанасыз,
баспанасы болса шатыры жоқ, шатыры болса тесік, су өтіп кетеді деген сияқты. Сен өзіңнің туған туысыңды жарылқамай жатып қоғамның қай жыртығын жамайсың? Нең бар сенің ол жерде? Жоқ, ол деген осындай болу керек, халықтың жағдайын айту керек, үйту керек, бүйту керек. Туған туысың да халықтың қатарында ғой. Мен бір сұхбатта отырмын, халық десем, жаңағы жүргізуші маған айтады, сен халқым деп көп айтпайсың ба, пафос сөз емес пе дейді. Мен айтамын, халық деген әуелі менің ата-анам бірінші. Одан кейін отбасым, одан кейін сыныптастарым, группаластарым, жора жолдастарым, туған туыстарым. Осы халық. Халық дегенде мен айдаладағы біреуді айтып отқан жоқпын. 18 миллион азат. 18 миллионды айтып отқан жоқпын. Халық сол өзімізден құралады ғой енді. Халқым дегенде оның ішінде бәрі бар. Менің ағайын туысым да бар. Халықтың жағдайы дегенде әуелі туған туысының жағдайы деген сөз осы. Солай қабылдаңыз. Сол сияқты жоқ, халықтың жағдайын айту керек, халықты түзеу керек деген сияқты. Іс жүзінде мәселен өзіңнің туған туысына бір жақсылық жасашы. Сол халыққа жасаған жағдай. Болмаса бір туған туысының баласын оқуға түсір. Грантқа түсе алмаса ақшасын төле бір жылдығын. Бізде ондай жоқ қой. Бұлай қарасаң, баласымен арасы дұрыс емес, қаншама зиялыны білемін мен. Тіпті әкесінің жаназасында бір ауыз қазақша сөйлей алмай тұрған балалар көп. Сұхбат беріп тұр, әкесі мүйізі қарағайдай тұлға. Ну, папа был великолепный, анау мынау деген сияқты сұхбат беріп тұр да. Қазмедиа орталығына қаншама ақын жазушылар сұхбатқа келеді. Мен есімін атай алмаймын, бір ақын ағамызды көрдім. Енді ана кісімен бірге өмір сүру ерлік. Өйткені оның жанында мен жарты сағат отыра алмадым да. Не деген кітаптың бәрін жазып саған дымға жарамайды ана кітап. Не оқуға жарамайды. Бірақ әйтеуір ақын отбасында не береке жоқ. Аузынан арақтың иісі мүңкіп тұр. Сөйлеп жүргендерге барып, кадрдың сыртындағы қыздарға енді бір коньяк болмай ма деген сияқты. Бірақ оны халық ақын деп таниды да. Жарты сағат сөйлесіп едім, жанында отыра алмадым. Мыжыңдығынан отыра алмадым. Арақтың иісінен отыра алмадым. Енді онымен бірге өмір сүріп жатқан әйеліне жаным ашыды мен. Әлде ол кісі сондай адам ба? Өмір сүру ерлік деп ойладым. Бәрі күледі айналамдағылар. Сондай қоғамда өзіне сай жүкті көтермейтін адам көп та. Ал мына заман көбінесе жастарға бір өзінен үлкен жүкті артық қойды да. Ал үлкен тұлғалар өзіне сай жүкті көтермей қалды. Мәселен мен бір оқиғаны айтайын. Қазақтың белгілі мүйізі қарағайдай Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезовті білмейтін қазақ жоқ, екеуі де керемет академик, ғұлама, жазушы. Семей полигоны басталған кезде Мұхтар ағамыз бен Қаныш ағамыз, аталарымыз жүздеседі ғой. Екеуі жүздесіп, екеуміз жолығуымыз керек, сөйлесуіміз керек. Мына ұлттың тағдыры жойылып бара жатыр. Мына жарылыс бізге жақсылық әкелмейді. Ертең ұрпақ мүгедек болады. Ана дала қаңырайды. Қазақтың арасынан шығып Сталинмен сөйлесетін, Сталинге баратын ешкім жоқ бізден басқа. Барып айтуымыз керек дейді. Не керегі бар оған? Сен өзің Семейде тұрмасаң, халық жазушы деп отса, жата бермейсің бе бұрышта? Жоқ. Екеуміз халық академик, жазушы, ғұлама деп біледі, баруымыз керек деп. Екеуі Сталинге барады, Мәскеуге. Сталин қабылдамайды. Алады да Берияға жібереді. Берия қабылдамайды да Курчатовқа жібереді. Әбден енді футбол етіп ары лақтырған ғой енді. Курчатов қабылдайды. Осы мәселені айтқан кезде Курчатовтың сөзі ғой. Ой, сендер сондай бір үлкен мәселемен келіп тұрсыңдар. Мен Қанышқа айтады, мен де ғалым ретінде сіздерге жасай алатын бір жақсылығым, жердің үстіндегі жарылысты ғана азайта аламын, жердің астындағы жарылысқа ол енді бәрібір жарылу керек дейді. Енді сіздер осы жерден бірден пойызға билет алып табандарыңызды жалтыратпасаңыздар, сіздер өз ажалдарыңызбен өлмейсіздер дейді. КГБ біліп отыр сіздердің қандай мақсатпен ауылдан шыққандарыңызды. Енді Әуезовтің Мәскеуде өлгенін сіз енді өзіңіз білесіз. Оқиға қай жақтан келген, неден болған. Сонда енді
екеуі сол заманның жүгін, ұлттың тағдырын мойындарына артып, бастарын бәйгеге тігіп, несі бар Сталиннің қылышынан қан тамып тұрған заманда оларға бар. Сонда ұлт, тағдыр, елдің мәселесі деген сияқты дүние ғой. Осындай тұлға некен саяқ. Мына ұлттың тағдыры осындай болып бара жатыр деген сияқты. Жоқ, оған маған сен тимесең мен тиме, маған қатысы жоқ. Сені көтерген сол халық, саған осы дәрежені берген халық, енді сол ағайын жұртыңның, ағайын бауырдың игілігіне сол атақты салсайшы, сол атақты есек мінсейші енді. Ар өтетін, бер өтетін ортаға алтын көпір қылып. Сол сияқты әр тұлға өзіне лайықты бір жүкті артса. Ал сенің ұлттық деңгейде ойлайтын деңгейің жоқ, сен ағайын туысты жарылқа. Сол саған былай артылады, сауабы да жетеді, ағайын туыстың алғысы да жетеді, сол сені тұлға қалыптастырады деп ойлаймын. Қазақтың бойында сені қыжылтатын дүние. Енді қазір айтсам, көбі бір талқыланып кеткен, бір ығыр болған әңгіме сияқты болады шығар. Мен бағанағы әңгіме қайтып кететін, осы намыссыздық. Болмаса жалған намыс. Болмаса жалған намыс. Біздің айтып жүрген шындығымыз да өтірік, айтып жатқан мақтауымыз өтірік та. Біреуді сынасақ та өтірік сынаймыз, мақтасақ та өтірік мақтаймыз. Мақтасаң әйтеуір соның бір шарапат тиіп қалсын. Ертең жүздесетін адам ғой. Деген сияқты мақтайсың. Бұл мені мақтап жүреді ғой. Иә, бұл мені мақтап жүреді ғой деген сияқты. Сынайсың, халық қол соқсын, батыр екен деп айтсын. Айтыста ең үлкен мәселе осы. Мәселен, бұған мен бір дәлелімді айтайын. Мен 10 жылдан астам айтыстым. Өзімнің де бойымда бар. Басқа әріптестерімнің де бойынан байқаймын. Айтысқа келген кезде ақындар, не проблема айтсақ болады осы дейді. Осы сұрақты мен кейін ойланам. Не проблема айтсақ деген адам проблема іздейме өмірде? Адам проблемадан қашады ғой негізінде. Ақыл есі сау адам. Не проблема айтсақ болады деген сөздің ар жағында халықты шулататын не нәрсе бар деген сөзді, оның астында жасырын тұрған сұрақ сол. Халыққа өтетін тема не деген сөз. Енді шапалақ соқтыратын сөз не? Енді проблема деген адамның ішінде проблема болып, сенің жаныңды ауыртып, қажап, жүрегіңде дерт болып, аузыңнан запыран болып төгілу керек та ол проблема деген. Осы нені айтсақ жарып жіберге болады екен деп баяғыда осы бір жылдар айтыс өтті. Кәдімгідей бір жылдай елдің ішінде бір елеулі оқиға болмай қалды. Болып жатыр ғой оқиғалар. Бірақ халық шулататын оқиға жоқ та. Сөйтіп Челақтың оқиғасы шықты ғой. Сонда кәдімгідей бір мәз болған адамдарды көрдім де мен. Енді мынау Челақ бір жақсы болды ғой, осы болмаса осы жолы ештеңе айта алмаймыз ғой деген сияқты. Бұл деген қаншама атана қара жамылып отыр. Оқиға әлі жұмбақ. Не болғанын білмейсің. Әйтеуір бір шулататын жағдай табылды ғой деген сияқты да. Жаңағы көршінің үйі өртеніп жатса, қойдың басын үйтіп алайық деген сияқты. Бұл сөзін шықты да, міне осындай деп Челақты бәріміз айттық қой енді. Сонда былай қарасам, бұл жалған сынау да. Жаның ашығаннан емес, мақтасаң да өтірік мақтайсың. Сол сияқты ұлттың бойына да осы қасиет сіңіп кетті ма деп ойлаймын. Өйткені уәдеде тұрмау көп қазір. Адамдар уәдесінде тұрмайды. Бір-бірінен қарызын қайтара алмай жүрген адам. Өткенде тағы бір әлеуметтік желіге пост қылып жаздым. Бір әжептәуір пост жазыпты бір жігіт. Кәдімгідей ұлттың мәселесін көтеріп, жаны ашып жазған. Халықтар риза болған шығар деп астында комментарийде оқып едім. Оңбаған телефоныңды қос, қарызды қашан қайтарасың дейді. Ананың көтеріп отқан мәселесі ғой, бірақ өз жұртты зарға салып қарызын қайтармай жүрді. Аузындағы сөзіне өзі лайық емес та. Адам жүрегінде жоқ сөзді айту деген бұл үлкен проблема. Бұл таза 200 адамның белгісі. Сенің оған қатысың жоқ ол нәрсеге, сенің бойыңда ол қасиет жоқ, бірақ аузыңнан сол нәрсені шығып тұрғаны үлкен қасірет та. Айтыста мысалы маған көбінесе айтады, жаңа дайректке жеке, сен неге ана мәселені айтпайсың? Сен неге мына мәселені? Бұрын бас көз жоқ айта беретін менде. Халық қол соқса болды ғой. Кейін мен осыны айтуды азайттым, бұл мен бір қорыққаннан, я болмаса бір басқа дүниеден емес, мәселен мен мемлекеттік қызметкер емеспін. Мен бір карьера қуалап жүрген адам емеспін, осы бір мені өсірмей қояды осы сөз. Әйтеуір аштан өліп көштен қалып жатқан жоқпыз, бір қазақтан ілгері, бір қазақтан кейін өмір сүріп жатқан жағдай.
дәл сол нәрсені айта салсам, сынай салсам, менің ештеңем кетпейді. Маған қосымша популяризация келмесе, қосымша лайктар жинап бермесе, абыройымды арттырмаса кемітпейді. Өйткені осы уақытқа дейін айтыскер ақындардың ішінде басын шауып тастаған айтыскер ақын көрген жоқпын мен. Бәрінің бетін тіліп бере жатқан айтыскер ақындар бар. Мен де соларға қосылып жамандай аламын. Ойбай, мынау деген анау сатылып жатыр, мынау атылып жатыр, ананы неге сатасың, мында неге жатасың деп айта беремін мен де. Бірақ мәселені қарасам, сол проблема менің өзімнің бойымда да бар да. Менің әке-шешемнің бойында бар ол проблема. Менің туған туыстарымның арасында бар ол проблема. Мәселен, ақшасын берсем, өзімнің жұмыс орнынан әжептәуір материал шығарып беретін охранник болып жүрген туыстарым бар. Ақшасына келсең болды емес пе дейді. Енді мен сендер неге сатасыңдар ана нәрсені деп қалай айтамын, мен өзім туысым мына жақтан қап-қабымен цемент сатып жатыр. Мен одан да бар енді сомен айналысайын да. Өйткені оның зияны маған әлдеқайда жақын болуы мүмкін да. Сол сияқты осындай сүзгіден өткізіп барып айтуды осы соңғы уақытта ғана мен қолға алдым да. Ал бұрын әйтеуір айтыстың жүлдесі қатардан қалмау керек, батыр деп ойласын деп айта беретінбіз. Енді айтыскер ақындардың барлығымен мен тығыз араласам ғой, енді Құдайға шүкір. Бірақ кейде қарным ашатыны, отбасы ойран болып жатқандар бар, абырой айран болып жатқандар бар. Қоғамда тек айтыскер ақындар емес, көп әншілердің ішінде де бар, казино ойнап жүргені бар. Бірақ осы камера қосылған кезде, я болмаса сахнаға шыққан кезде, ал енді мен жемқорлықты айтайын, нашақорлықты айтайын дейді. Өзің түнде ғана наша шектің ғой сен гостиницада. Түнде ғана наша шегіп отырған жоқсың ба сен? Өзіңнен көре телефонда имандырақсың дегенде. Иә. Бір ана Казайтс деген сайт болды. Ақынға сұрақ деген айдары болды солай. Сон бір айтыскер ақынға біреу сұрақ қойыпты. Мен сон сұрақты оқыдым. Өзім бетіммен жер бастым. Амансың ба айналайын, бәрі 25 жыл, 20 жыл мәдениет саласында жұмыс істедім. Талай ақындарды күтіп алдық. Түнімен соларға арақ таситынбыз. Түнімен соларға біздерге қыздар әкеп беріңдер деп айтатын ақындар. Бірақ ертесі күні ал енді бісміллә деп мен сөзімді бастайын. Мына қазақтың қыздарының абыройы деп отқан кезде мен сол айтысты көрмей мәдениет сарайынан шығып кететінмін. Ақындар әлі күнге дейін сондай ма? Жоқ, қандай деген сұрақ қойыпты да. Ана кісі сұрақ қойған ғой енді. Ол сұрақтың жауабы жоқ бірақ ана жерде. Сол сияқты сен түнімен өзің бардың, түнімен су шегетін нашаңды шектің, бір қазақтың қызының абыройын төгіп келдің, енді сахнаға шығып алып қазақтың қыздары неге Қытайға тиеді, жерімізді неге Қытайға бересіңдер, жастарымыз маскүнем болып барады деген. Жалғанамыз, сосын жүректе жоқ сөзді айту, бұл 200 адам белгісі ғой. Сосын сен сол айтыстан шығып, жарайды ол айтысқа дейін таза келдің ал. Сол айтыстан ұлттың мәселесін көтеріп келіп, сол айтыстан бәйге алып, сыртқа шығып, сол ақшаңды барып, сол ақшаға пиво ішіп отырып, жүлдесін жүріп отырады. Мен осы нәрсені түсінбеймін, бағана ғана сен сонда қалай болды? Иә, өзіңнің аузыңдағы әңгімеңе сай болу керек қой. Сол себепті мен көп мәселені кейде айтпаймын. Өйткені ол мәселе менің өзім бойымда бар. Қазақтың келіндері көп болса екен, жететін азаматтың бағасына. Иманды ұл қыздар да көбейсе екен, ешкімнің жармаспайтын жағасына. Қызданамыз ұлыңда ұят болсын, қамқор болар әке мен анасына. Түйткілді мәселені сөз қылсақ деп біз келдік ағайынның арасына. Талайды тәрбиемен сусындатқан мың алғыс тәрбие лайық жобасына. Қоймайын ба?